танытты. Қазақ халқының ұлылығын, оның өткен өмір тарихын, тарихтың түбірлі кезеңдерін, қазақтың мінезін жан-жақты ашты. Эпопеяның Абай атты алғашқы 2 кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы, Абай жолының 4 томына Лениндік сыйлық берілді. Яғни бірінші кітабының бірінші бөлімінде 13 жасар Абайдың оқудан ауылға қайтқандағы көріністер бейнеленеді. Ол жерде Қодар мен Қамқаның жазалануы, ауылға қонақ болып келген Барлас пен Бәйгөкше туралы сөз болады. Енді әрбір бөлімін жеке ашып өтесіздер. Қияда бөлімінде балалар 17 жасар Абайдың әке атануы. Осы бөлімде тұңғыш ұлы Ақылбай мен Күлбаданның дүние бөліміне бірінші тапсырма. Оқиғаның басталуы, дамуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі деп бұл балалар 6 балдық жұмыс. Сонда оқулықтан бөлімді табасыздар, Абай жолы романының қайтқанда бөлімін, сол бөлімге композициялық жоспар жасайсыздар. Ал енді екінші тапсырмада үзінді, жоғарыда үзіндіні таныстырып өттім ғой, сол үзіндіні негізге ала отырып, жазушы тілегі сөздігін құрастыр дейді. Берілген үзіндіден бірінші тілдік ерекшеліктер жазасыздар мында үзінді. Одан кейін табу сөздерді жазасыздар, көнерген сөздерді, кірме сөздерді, пейзаждық көріністерді. Бір мысалмен жазсаңыздар жеткілікті. Бұл бізде балалар 4 балдық жұмыс. Енді сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Енді мен сіздерге қысқаша шолу жасадым ғой, сол бойынша сұрақ қояйын. Дұрыс, 42. Дұрыс, Алихан. Одан кейін? Барлас пен Бәйгөкше. Сосын? Шөже. Шөже ақын. Қодар мен Қамқаның жазалануы. Қайтқанда. Бірінші бөлімде. Еркенас, қай бөлімде Абай бөжей асына атсалысады? Қат-қабатта дегенде ме? Жоқ. Шытырманда. Жоқ. Өрде. Өрде.